Қайырлы күн. Бүгін жаңа сатып. Ой! Қандай звук келді. Ой, не видно екен. Ряд куда? Ал біз тамақтанып шықтық енді. Есентайға енді келген адам құсап шулап бәрі сторис түсіріп жатыр. Бірінші рет келіп тұр ғой енді, қайтеміз енді. Нормально. Иә. Нормально. Сәл бөлек жүре тұрайыншы. Кештеріңіз сәтті өтсін. Көңіл-күй шүкір Аллаға. Керемет. Достар, мені осы уақытқа дейін қолдап жүрсіздер. Кәдімгідей жағдайымды сұрап, барлығы жақсы ма, дұрыс па деп уайымдап жүрген жандар. Өздеріңіз қалайсыздар? Күн суытып келе жатыр. Қараңыздаршы, кәдімгі суық. Алматы суық уже. Өздеріңіз күтіп жүріңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін. Біз әлі жүрміз. Лифттің бағасын атыңыздар. Жіберіңіздер ма, бағанаған? Я, до конца басыңыздар. Баған жібере беріңіздер. Ержігіт маған лев атайын жатсын ба? Ойбай, Ержігіт. Кәрғасқыр жасасын. Кәрғасқыр топ. Енау енді. Достар, ана жалып тұқсаңдар ма? Кешігіп келе жатырмын. Бір күнге айып етпесіздер. Себебі шаш алып өзімізге қарап киіндім. Полный. Өзімізден аяйымыз ба деп, Құдай қаласа 14:30 эфир жіберіп алмаңыздар. Ал достар, күнде-күндегідей, тағы да әдеттегідей салам. Қолдаушылардан келген тәттілер қараңыздаршы. Жазуды айтсаңыздаршы. Шіркін, ниеттеріңіз Алла разы болсын. Мен сіздермен мақтанамын, құрметтеймін. Рахмет көп. Ал қайырлы кеш болсын. Соңғы уақыттарда қарасам, біраз адамдар менен әлі күнге дейін сұрап жатады. Неге таныстық тоқтатып тастадыңдар? Неге тоқтады? Неге до конца бармадың? Неге үйтпедің? Неге бүйтпедің? Негізі ол сұрақтарға жауап беріп қойғам алдында. Менің телеграм каналыма өзі тіркелмеген жандар болса тіркеліп, сондан бүкіл жаңалықтарды, бүкіл әңгімелерді бәрін біліп отырсаңыздар болады. Қайда барам, не істеймін, не жаңалық болып жатыр, ертеңгі күні не істесем болады деген жоспарлардың барлығы тек сонда салатын боламын. Сондықтан инстаграмда ашып, жариялап, көп нәрсе айтпаймын қазір. Сырымнан эмоцияны айта алмаймын енді. Біраз уақыт ішке жиналған эмоциялар шықты ол. Қуанып тұрайық өйстіп. Түндеріңіз тыныш өтсін.